Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. Елімізді су алып жатыр. Барлығымыз көріп жатырмыз. Өте ауыр жағдай. Шынымен де судың қарқыны өте қатты. Енді менде мынандай бір сұрақ болып тұрды. Анау Ресейді, Украинаны қолдап жүргендер қайдасыңдар? Қайдасыңдар? Қайда Ресей? Қайда Украина? Келіп көмектеспей ма? Айғарап жүр ма олар? Осы жандарыңды беріп, кәдімгі қолдап, өзіміздің елді ойлайық деген қазақтың бетінен алып төсінен шауып жүретіндер. О, қайда Украина? Қайда Ресей? Айғарап жүр ма көмектеспей бізге? Осы ойбай, мы должны их поддержать деп жүргендер. Где вы? Где? Мен әрдайым айтамын, өзімізді ойлайық бірінші. Өзімізде проблема деген жетеді. Қайдағы Ресей, қайдағы Украина деген кезде мені жерден алып, жерге салып жүргендер қайдасыңдар? Қайдасыңдар? Неге халықты ойламайсыңдар сендер? Өзің диванасың, кімге пір боласың? Көріп тұрсыңдар ғой елімізде қандай жағдай болып жатқан. Стримдарын көрдің. Әлі сол баяғы Украина мен Ресей. Алма жақта болып жатқан халықтың жағдайы қызық емес оларға. Құрметті қазақ елі, менде мынандай бір ұсыныс болып тұр да, жоғарыда отқан атқамінер ағаларымызға. Сендер оны қапқа құм толтырып алып, судың жан-жағын жапқаннан тым өзгермейді. Қырылып атқан сол баяғы қазақ, маңырап атқан сол баяғы қазақтың малы, су алып жатқан сол баяғы қазақтың жері. Баяғы жартас, сол жартас, одан тым өзгермейді, шынымды айтайын. Бұл жағдайды басқаша өзгерту керек. Менің ойымша әр облыстан біздегі Қапшағай сияқты қылып, кәдімгідей водохранилище қазу керек. Қаражат керек, анау керек, мынау керек. Түсінемін, бәрін білем, бірақ олай жасамасқа амал жоқ. Ертең сол судың барлығын сол жаққа жинайық. Қазір судың арнасын қайда бұрасыңдар? Есілге бұрасыңдар әрине, Ертіске бұрасыңдар, Тобылға бұрасыңдар, ертең солтүстікті су алса Құдай сақтасын. Оның барлығы Ресейге кетеді, пайдасын Ресей көреді ол судың. Ал енді мына әңгіменің соңын тыңдаңдар. Водохранилище қазсақ, сол жерге барлық суды жинасақ, сөйтіп сіздер халыққа жер берсеңіздер, халық егін отырғызса ол жерге, волонтерларды алып барып жасасақ соның барлығын, оның ішіне мен де атсалысуға дайынмын, себебі бұл жерде менің халқымның тағдыры тұр. Сөйтіп сол водохранилищенің суын егінге пайдаланайық. Ертең жазда күн ыстық болады, қуаңшылық болады, су таппай тағы маңыраймыз, қырғызға қолымызды жаямыз, қырғыз бір береді, екі береді, үшіншісінде әр ойна көке дейді. Одан да сол суды водохранилищелерге толтырып, одан алып егінді суарайық, егіннен түскен пайданы экспортқа шығарып сатып, одан түскен пайданы осы судан зардап шеккен қазақ отбасыларына берейік, ағайын. Солардың үйін салып берейік сол ақшаға. Солардың жаңағы кеткен малының құнын өтеп берейік. Зато мынау енді сіздер не істейсіздер, білмеймін енді. Көктемге штраф саласыздар ма? Білмеймін, басқа бұл жерде амал жоқ сияқты. Сондықтан осы идеямды бір ойланып көрсеңіздер. Құрметті атқамінер ағаларымыз. Аман болыңыз. Елімізде тыныштық болсын, ағайын.